Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Оқу құралымызды аламыз, кітаптарымызды ашамыз. Бүгін бізде сәуірдің 22-сі тақырыбымыз сенбі күні сабақ аз деп аталады. Дәптерімізге жазып алайық. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн мен тақырыпты жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқыған мәтін бойынша сұрақтарға толық жауап беру және апта күндерінің атауларын дұрыс қолдану. Жазып болсақ, балалар күнмен тақырыпты. Сабақты ары қарай жалғастырмас бұрын біз көңіл күйімізді реттеп алайық. Тамаша көңіл күйді реттеп алу үшін мен сіздерге бейне материал қосамыз, соны тамашалап орындаймыз. Орнымыздан тұрайық барлығымыз, кәнекей орнымыздан тұрамыз. Аталаймыз. Қолымыз көтереміз. Оң жаққа, сол жаққа. Көңіл күй жақсы болса шапалақ. Көңіл күй жақсы болса шапалақ. Көңіл күй жақсы болса шапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса шапалақ. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Рақызашылығын бараймыз, балалар? Біз көңілден күтіп болады. Көңіл күй жақсы болса шапалақ. Көңіл күй жақсы болса шапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса шапалақ. Жақсы. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз апта күндері жайлы тақырыптар өтіп жатырмыз. Проходим темы про дней недели. Енді сол апта күндерін еске түсіріп алайық. Ол үшін біз тақтаға қараймыз. Тақтада сандар берілген. Сол сандардың реті бойынша біз апта күндерін тауып алу керекпіз. Аптаның бірінші күні қалай аталады, Нұржігіт? Верно? Аптаның бірінші күні қалай аталады? Дүйсенбі. Тексерейік, дұрыс па, балалар? Дүйсенбі екен, дұрыс, жарайсың, отыра қойып. Аптаның екінші күні кімге, Сәбит? Сәрсенбі. Дұрыс па, балалар, екінші күні? Сейсенбі. Сейсенбі емес пе еді? Нұржігіт дұрыс айтады, Сәбит шатастырып алдың, сейсенбі. Аптаның үшінші күні қалай аталады? Отырбайсың. Сәрсенбі. Қол көтереміз, қол көтерген оқушы жауап береді. Аптаның төртінші күні аласыңыз. Бейсенбі дейді, дұрыс па, балалар? Дұрыс, аптаның төртінші күні бізде бейсенбі. Жақсы, бесінші күн Ералы. Жұма дейді, кәнекей қарайық. Дұрыс екен, жұма екен бізде аптаның бесінші күні. Алтыншы күн қандай, Аделина? Сенбі дейді, дұрыс па, балалар? Дұрыс, сенбі және аптаның соңғы күні жексенбі дейді соғыстан. Дұрыс екен, балалар. Апта күндерін еске түсіріп алдық. Жақсы. Бүгінгі тақырып бойынша оқылым дағдысына бізде мәтін берілген 101-ші беттегі мәтінді оқу керекпіз. Кәнекей кім оқиды? Ал ойда оқи ғой. Бүгін сенбі, ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Анель ата-анасымен Хайуанаттар бағына барады. Анна ауға шығады. Саша достарымен ойнайды. Жақсы, жарайсың. Енді біз мәтінді мұқият тыңдасақ, мәтіннің мазмұны бойынша біз сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, Әлібек қайда барады? Ал, Ералы? Әлібек саябаққа барады. Дұрыс па, балалар, жауап? Әлібек саябаққа барады. Келесі сұрақ, Анна қайда шығады? Сұлтан? Анна тауға шығады. Дұрыс айтасың, Анна тауға шығады. Және мәтін бойынша төртінші сұрақ, Саша кіммен ойнайды? Саша достарымен ойнайды. Достарымен ойнайды, жарайсың, отырамын. Жақсы бала, сұраққа дұрыс жауап бердік, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде жұптық жұмыс
болады. Работаем в паре. Ол үшін тағы да біз диалогты оқимыз. Бір жұп бізде диалогты оқыса, екінші жұп сол диалогты құрайды. Ендеше кітаптың 102-ші бетіндегі бірінші диалогты оқиық. Карина мен Ералы оқысын. Бастаймыз. Анна, бүгін қай күн? Бүгін дүйсенбі, ертең сейсенбі. Жақсы. Енді осы диалог секілді басқа жұп бізде диалог құрайды. Кәнеки кім құрайды? Ал Салидат пен Нұржігіт құрайды. Ал бастаймыз. Салидат, бүгін қандай күн? Салидат. Бүгін жұма. Жақсы. Ертең сенбі. Дұрыс айтасың. Жақсы. Диалогты жасап болды. Келесі екінші диалогты оқиды кім? Аделина мен Сұлтан оқысын екінші диалогты. Бүгін сабақ көп. Бүгін 6 сабақ болады. Аделина. Саша, ертең неше сабақ болады? Ертең 5 сабақ. Ертең сабақ. Жақсы. Мәтінді бізге оқып берді. Енді осы тектес диалогты тағы да құру керекпіз. Кәнеки Айлин мен Луина құра қойшы. Бүгін сабақ көп. Бүгін 5 сабақ болады. Айлин. Узина, ертең неше сабақ болады? Дұрыс айтасың. Ертең сенбі сабақ жоқ. Жоқ, дұрыс айтасың. Ертең сабақ жоқ, сендер оқымайсыңдар. Сонымен біз балалар диалогты оқыдық, және сол тектес диалогты ауызша жасадық. Енді әрі қарай жұптық жұмысымыз жалғасады. Ол үшін сендерге мынандай мен қағаз таратамын. Бос орынға қажетті суретті қоямыз. Және бізде сөйлем шығуы тиіс. Мысалы, дүйсенбіде тебемін, ортасындағы сурет жоқ. Сол суретті сіздер мына жапсырма қағаздан алып жапсыру қажет. Мен сіздерге таратамын. Жақсы ма? Жұпта жұмыс жасаймыз. Работаем также в паре. Біз жұпты өзгертеміз қазір. Что нам надо двоих? Түсіндік па? Міне, мына жерде суреттер берілген. Мына суреттер алынады балалар. Наклейка ғой, мынаны аламыз. Қажетті суретті. Сосын ана орынға жабыстырамыз. Мына бос орынға жабыстырасыңдар. Туда велосипед. Айлин, түсінесің ба? Ертеңбіде сурет. Это или это? Почему? Потому что тут рисунок. Дұрыс жасап жатыр. Екі күннің суретін таптық. Енді әрі қарай тектес сөйлемді оқимыз. Бейсенбіде барамын. Қайда барасыңдар мына суреттің ішіне? Тауға барасың ба? Жоқ, океанариумға барасың ба? Хайванаттар бағына барасың ба? Аламыз да жапсырамыз тезірек. Салидат пен Нұржігіт те жақсы жұмыс жасап жатыр. Жақсы жұмыс жасап жатыр. Өзі жауап отырса да жарайсың. Топ меняем, топ. Все, мы сделали. Кел, әкел. Шық, сен де шық, сен де шық. Кел, екі жұпта шық. Сөйлемді оқимыз. Иә? Топ тебе. Жақсы, сендер екі сөйлемді оқы. Екінші? Иә. Мен сенбі кітап оқимын. Жақсы, келесі үшінші сөйлемді Карина. Сәрсенбіде Күннің. суретін саламын. Жақсы, Салидат. Бейсенбіде мектепке барамын. Жақсы, өте жақсы құрады. Әрі қарай бейсенбіні айтып, жұмада Ералы. Жұмада Кеме. құрастырамын. Жақсы, әрі қарай Нұржігіт.
Сенбіде терезе тазалаймын. Жақсы, және Карина? Жексенбіде? Я? Кіммен ойнайсың? Достарыммен? Жақсы, отырамыз. Жақсы, жұпта жұмыс жасадық. Енді әрі қарай кітаптағы бірінші тапсырмаға қараймыз, 102 немесе тақтада. Әр қатардағы артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндір. Ребята, нам даны слова. Мы должны найти там лишнее слово по значению и объяснить, почему же она лишняя. Хорошо? Ал бірінші қатардағы сөзді оқимын. Қалам, дәптер, күнделік, сейсенбі, кітап. Қай сөз артық? Ал, Ерау. Сейсенбі деген сөз артық неге? Сейсенбі, апта, күні. Отыр, қалған сөздер оқу құралдары. Келесі. Дүйсенбі, сейсенбі, қоян, сенбі, жексенбі. Луина, қай сөз артық? Қоян артық. Неге ол қоян артық? Ол не? Жануар. Ал дүйсенбі, сейсенбі, сенбі, жексенбі ол апта, күндері. Жақсы. Арыстан, піл, өшіргіш, аю, қонжық. Қай сөз артық, Сұлтан? Өшіргіш артық. Неге ол артық? Ол не? Оқу құралы. Әрі қарай кеттік. Алма, сәбір, жұма, анар, алмұрт. Қай сөз артық, Салидат? Жұма артық. Неге ол артық? Жақсы. Ал алма, сәбіз, анар, алмұрт. Олар не? Тағам түрлері. Жақсы. Екінші тапсырма оқулықпен жұмыс. Кестені пайдаланып, кімнің не істейтінін айт. Яғни бізде кесте берілген адамның аттары, күндер және суреттер. Біз осыларды құрастырып, сөйлем жасау қажетпіз. Кім бірінші сөйлем бойынша сөйлем құрастырады? Луина. Алибек сенбіде шахмат ойнайды. Екінші қатар бойынша Аделина. Анна сенбіде қуыршақ ойнайды. Жақсы. Тағы? Анна жексенбіде Хайванаттар бағына барады. Жақсы. Келесі төртінші Карина. Саша сейсенбіде бәйсенге барады. Дұрыс айтасың. Ары қарай. Саша бейсенбіде доп ойнайды. Жарайсың, Карина, өте дұрыс. Келесі жұмысымыз балалар. Тақтамен жұмыс болады. Тапсырма мынадай. Тақтадағы суреттерді пайдаланып, сыныптастарының не істейтінін айт. Демек, біз жаңа Аннель, Саша, Анна туралы айттық. Енді біз өзіміз туралы айтамыз. Сендер туралы айтасыздар. Кім шығады? Кім туралы айтасыз? Кел. Про кого ты будешь говорить? Солидар. Ал. Айта ғой. Солидар. Сәрсенбі. Дүйсенбіде. Не істейді ал не? Сурет салады. Жақсы, сурет салады. Мына суретті таңдадым, я? Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Кім шығады? Ал, Айлин келе ғой. Кімді таңдайсың? Сыныптастарыңнан? Карина, ал. Карина сейсенбіде Қай сурет таңдайсың? мультфильм көреді. Мультфильм көреді дейді дұрыс. Айлин, мәңгілік машина. Жабыстыр қасына. Рядом. Хорошо. Жақсы, келесі кім шығады? Солидар, келе ғой. Кім туралы айтасың? Луина сәрсенбіде Лего құрастырады. Алып келдің да? Жабыстыра қойдым жерге. Келесі, Сұлтан. Кім туралы айтасың? Аделина, ал. Аделина бейсенбіде Сурет таңдаймыз. достарымен ойнайды. Жақсы, дұрыс айтасың. Келе ғой, астына қойып. Отыра ғой, келесі. Ал, ойнап жүріп. Сұлтан мектеп. Жоқ? Күнді таңдасай. Сұлтан жұмада мектепке Ке? барады.
айтсын. Сөзің астына жаздыра қой. Келесі кім шыққан жоқ? Ералы келе ғой. Келе ғой. Ал кімді таңдайсың? Кім туралы айтасың? Бұл Нұржігіт ал. Нұржігіт. Нұржігіт сенбіде Не істейді? тауға шығады. Төмен қарай түсір. Нұржігіт сенбіде тауға шығады. Так, енді бізге қыз бала шығу керек. Кім шығады? Айлина шыққан жоқ. Ал, кім туралы айтасың? Айлин. Айлин. Жексенбіде Не істейді? үй тазалады. Жақсы, апат тапсырады. Нет, сюда, аха. Не спусти. Төмен қарай түсір. Міне, жақсы бала. Отырам. Міне балалар, аптаның 7 күні бойынша әр оқушы не істейтінін айтып сөйлем құрап шықтық. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Яғни біз 2 топқа бөлінеміз де сөз жұмбақ шешеміз. Ол үшін Султан мен Аделина мына жаққа келе қой. Мына жерге келдер. Бояу қарындаштарымызды аламыз. Мына жерге келдер. Жасаймыз. Мынадан сөз құраймыз. Тез жасаймыз. Уақытқа. Сөздер тауып керекпіз. Өткен тақырыптар бойынша әртүрлі түстерге бояп шығамыз. Бірінші топ тездетіп жатыр. Жақсы балалар, уақыт жасаған жұмыстарымызды ортаға келейік. Сенбі, бүгін, жұма, сенбі, сәрсенбі, ертең, күн. Жарайды. Бүгін сөзді дұрыс тауыпқан екен. Жақсы отыра ғой. Сендер қайтатыңдар кәнекей. Үй, сенбі, күн, бейсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, ертең, жұма, сенбі, бүгін. Сенде де дұрыс тапқандар, бірақ үй деген сөз емес, бұл жерде дүйсенбі деген сөз жасырылған болады. Жақсы. Топтық жұмыста жақсы жұмыс жасадық. Ары қарай жұмысты жалғастырайық. Деңгейлік тапсырмалар беремін. Өздеріме қағаз беремін. Соны тез маған орындап шығу керек. Мына жерде сөйлемдер берілген балалар. Соны оқимыз да, егер осы сөйлем дұрыс болса, дұрысқа галочка қоямыз. Егер бұл сөйлем дұрыс емес болса, дұрыс емеске галочка қоямыз. Жақсы ма? Тездетейік. Ал тездетеміз. Кім болды? 5 қана сөйлем, соның дұрыс екенін анықтау керек. Тездетіп қоямыз да әкелеміз маған. Белгіні қоямыз, сосын әкелеміз. Дұрыс орындадым, жақсы. Дұрыс емес, дұрыс. Жақсы. Жарайсың. Жазылым тапсырмасын бастамас бұрын балаларды серпіту сәтіп жасап алайық. Тақтада бейне материалдан көрсетілген қимылда қайталаймыз, орнымыздан тұрамыз. Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын орындаймыз. То есть задание формативного оценивания. Барлығына мынандай параша тапсырамын, сол жердегі тапсырманы тездетіп орындаймыз. Осы орындалған тапсырма бойынша бүгінгі күнге балл
аласыздар, жақсы ма? Аты жөнімізді жазамыз. Оқушының аты жөні деген жерге атымызды жазамыз. Аты жөні. Міне тақтада да тұр, тапсырманы түсіндіріп өтейін. Тапсырмада сөйлемді қажетті сөзбен толықтырып жаз. То есть надо дополнить, ребята. Бүгін дүйсенбі, ертең қай күн болады? Жазамыз. Бүгін сейсенбі, ертең қай күн болады? Яғни аптаның күндерін жазып шығу қажет. Жақсы ма? Қатесіз әр күннің атауын өз тиісті орнына жазамыз. Әрі қарай екінші тапсырма. Сіздерде дұрыс жауапты белгіле. Сәтті күн. Қайсы? Дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі. Дұрыс жауапты белгілейміз өзіміздің парақшамызда. Екінші сұрақ. Аптаның басы жұма, дүйсенбі, сенбі. Белгілейміз дұрыс жауапты. Аптаның соңғы күні жексенбі, сейсенбі, бейсенбі. Тездетіп үш жауапты дұрыс нұсқасын белгілейміз. Екінші тапсырманы орындап болсақ, қалған үшінші тапсырмаға өтеміз. Сұраққа толық жауап жаз. Үш сұрақ берілген. Бүгін қай күн? Жауап жазамыз. Ертең қай күн? Жауабымызды жазамыз. Және қай күні демаласың? Один ты отдыхаешь? Жауабымызды жазамыз. Сөйлем болды. Қалыптастырушы бағалаудағы балалар төртінші тапсырма. Біз бұрында оны жасап жүрдік. Берілген сөздерге фонетикалық талдау жасайық. Сіздерге үш сөз берілген. Дүйсенбі, жұма және сенбі. Фонетикалық талдауда біз әріптің санын жазамыз, дыбыстың санын жазамыз және буынның санын жазып, дауысты дауыссыз дыбыстарды анықтаймыз. Тездетіп фонетикалық талдау жасаймыз. Қанекей дауысты дыбысты бір сызықпен, дауыссыз дыбысты екі сызықпен сызамыз. Дұрыс жазу сөзді, енді мынаған дыбыстық талдау. Дүйсенбі неше әріп бар? Сана. Неше әріп жазамыз. Жақсы балалар, тапсырмаларымыз орындап болсақ, сіздерге бағалау критерийлерін көрсетейін. Қай жағдайда сіздер 10 балды аласыздар. Сөйлемді қажетті сөзбен толықтырып жазғандарың үшін 2 балл, дұрыс жауапты белгілегендеріңіз үшін 3 балл, сұраққа толық жауап жазғандарыңыз үшін 3 балл, сөйлемді қатесіз жазғанымыз үшін 1 балл қосылады, және берілген сөздерге фонетикалық талдауды дұрыс жасасаңыздар 1 балл, барлығы 10 баллды ұқсайтын болады. Жақсы? Тапсырамыз қанекей жұмыстарда. Жұмысымыз тапсырамыз. Сұлтан, Луина деп қағазымызды тапсырамыз. Тексеріп, балдарын қоятын боламыз. Ерала келе қой. Жақсы. Сабақтың соңында келіп жеттік. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін біз нысана әдісін қолданамыз. Яғни мен сендерге мынандай түрлі түсті жебе, орысшада дротик деп атаймыз, соны біз нысанаға жабыстырамыз. Сары түсті жебені таңдасаңыздар, тақырып маған өте қызықты болды. Қызыл түс, менде бұл жерде қызыл түс, маған бәрі түсінікті. Жасыл түсті таңдасаңыз, маған көмек керек деген мағынаны білдіреді. Мен сіздердің әрқайсыңызға таратамын. Осыдан біреуін таңдап, қазір жағдадағы межеге жабыстыратын боламыз. Ендеше таңдаса, әкеліп мына жерге жабыстырайық барлығын. Кел, бір-бірден аламыз, жебемізді біреуін аламыз, жабыстырамыз, таңдаймыз. Жақсы. Луинаға бәрі сабақ қызықты өтті. Кел, жабыстырамыз. Жақсы, сары түс, барлығы сабақ қызықты өтті дейді. Жақсы. Келесі, жабыстырамыз. Бәріне сабақ қызықты өтеді. Бүгінгі сабаққа өте белсенді атсалыстыңыздар, барлықтарыңыз жұмыстарыңыз үшін рахмет. Үй тапсырмасын жазып алайық. Күнделігімізді ашып, үйге тапсырма. Үшінші тапсырма 103-ші бет. Күнделікті ашып, жазып ала қояйық. Үшінші тапсырма 103-ші бет. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңдар.